Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен соңғы кезде хит болған аш жапырақты рулеттің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Аш жапырақтың сабақтарын алып тастап, жапырақтарын жақсылап жуып алып, сілкіп аламыз. Блендерде үгітеміз. Егер үгіту қиын болса, жұмыртқаны сарыуыздарын бөліп алып, осы блендерге сарылып, бірге үгітсеңіз болады. Жұмыртқаларды немесе қалған ақуыздарды миксермен ағарып үлкейгенше араластырамыз. Тұз және үгітілген аш жапырақты салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Ұнды салып, тағы да бір келкі болғанша араластырамыз. Менің ұн салғаным видеоға түспей қалыпты. Ұнды осы этапта саламыз. Массамызды пергамент қағазына бір келкі етіп жаямыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минуттай піскенше пісіріп аламыз. Менің қамырым 12 минутта пісті. Үстіне пергамент қағазын қойып, екінші жағына аударып аламыз. Сүзбелі сырды осылай жұмсақ етіп араластырып алдым. Қамырдың үстіне бір келкі етіп жаямыз. Семга немесе лососьті жұқа етіп кесіп алып, видеода көрсетілгендей қылып, рулеттің үстіне орналастырамыз. Рулеттің үстіне қалаған басқа салмаңызды салуға болады, немесе тіптен салмасыз да жасауға болады. Рулетіміз осымен дайын болды. Өте әдемі, дәмді, керемет болып шықты. Кез келген дастарханның үстін әсемдеп жібереді. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.